Я Губулан, сперва принимай бой, потом получишь конфетку. Шавхал Чурчаев кім? Кәсіби спортсмен Арман Сарёканмен бірге дайындалып жүр, Дана Уайтпен бірге сөйлесіп, UFC-ге кіруге жақын болып тұр. Біздің Дәулет Өсербайды бір удармен талдырған өте қауіпті жауынгер, солай емес пе? Жоқ. Көпшілігін осы Еркебұлан Тоқтар мен Шавхал Чурчаевтың жекпе-жегі жайлы айтуды сұраған едіңдер. Яғни Шавхал Чурчаев өте қауіпті, ойбай, ол профессиональный боец деп. Енді бүгін сол жайлы айтатын боламыз. Ол кім, не деген боец? Алғаш рет мен Шавхал Чурчаев пен ресейлік ТАФ деген бір өздері бір жасаған кішігірім сондай реалитиде танысқан болатынмын. Басында өте былай дерзкий келген, өзіне сенімді, сондай болып көрінген болатын. Бірақ та жекпе-жек күнінде ол ойсырата жеңіліп қалады. Қарсыласы бір өте қауіпті, өте мықты десе де болмайды. Соңғы ударларын әрең жасады, ол қарсыласты, өзі де біткен еді. Сондықтан бұяқта кәсіби деген сөздің к әріпі де жоқ. Сөйтіп жеңіліп, буланып, кетіп қалады, ашуланып, ренжіп бәріне. Одан кейін әртүрлі лигаларға кіреді. Поп ММА лигаларына хардкор бар, хайп бар, барлығына кіріп шығады. О жақты қалай танымал? Нежданчиктер лақтырады. Встают, разговаривать. На один момент не за что ударил меня. Бәрін толповой жабылады, не істейді. Әйтеуір клен бір жасайтыны хайп, шу, сондай нәрселер ғана. Ал енді іспен не дәлелдеді? Оның қауіпті жағы тек қана лаки панч. Немесе бір коленамен, тіземен ұратын бір удары бар. Олай бір екі жауынгерді талдырған болатын, өздері мына проходқа кіріп жатқан. Олар негізі ММА жауынгерлер емес, былай стойкадан келген. Соларды ғана талдырған. Ал нағыз жекпе-жегі қандай десеңдер, соңғы бір жекпе-жектердің бірі ол сибирский Конор деген жауынгермен хардкорда болатын. Толық жекпе-жекті осы астығы ссылкасын қарасаңдар болады. Ал мына жаққа кішігірім отрезекті қоямын, оның 4 аяқтағанын. Оның выносливость, төзімділігі, яғни ешқандай да жоқ, ол өте тез шаршап қалады. Алғашқы 30 секундта ғана бір қатты қауіпті десе болады. Ол менің өзім алғашқы 30 секундта күшім жетеді және қауіптімін. Сондықтан менен айырмашылығы ондай қатты жоқ десе де болады. Одан кейін осы поп ММАның бәрін қойып, Данаға көшеді. Дана маған контракт берші деп артынан қалмайды. Я приехал, я здесь. Делай. Дана, где мне контакт? Онымен кездесіп те үлгереді. Себебі бір жақсы связьдары бар секілді. Бірақ та Дана Уайт оны алмайды және әрең дегенде америкалық ЛФА лигасына кіреді. О жақта не істейді? О жақта қайтадан ойсырата жеңіледі. Кәсіби мансабы болмағандықтан Шавхал стримерлерге көшеді. Стримерге нежданчик жасап, хайпы қайтадан өседі. Не десе де хайп жасауды біледі. Одан кейін өзі YouTube канал ашып, со жақта 3 жекпе-жек өткізеді. Жекпе-жек екенін тек өзі ғана біледі, қарсыластары оны спарринг деп жүр. Но, чтобы сказать, чтобы он выиграл, этого недостаточно. Какой ему дали? Вот за что ему дали? И джебов больше попал. Я забрал этот раунд. Шоку как забрал? Концовку я точно забрал. Осы 3 жауынгермен жекпе-жек жасайды. Спарринг, тек өзі ғана жекпе-жек деп жүр. О жақта не болады? О жақта Альфредо, Артем Тарасов деген секілді олардың бауырлары Никархо, барлығы бұның жағында. Судьялар, барлығы бұның бауырлары. Ну, тут твои братья, смотри, Шоку. Не мои братья. Ну как? Сол жерде өзі промоушн ашып, өзіне ыңғайлы ереже бойынша жекпе-жекке шығады. 3 жауынгер де төрешілер шешіммен келіспейді. Үшеуінде де Шавхал Чурчаев жеңеді. Бұл сәйкестік емес қой. Осындай жауынгер, бірақ хайпты қалай алып жүр? Неге барлығы одан қорқып жүр? Неге барлығы оны таниды? Ол хайп қалай жасау керектігін біледі. Арман Сарёканның жанында жүру, Данаға вызов тастау, әрбіреуге нежданчик жасау, сонымен ғана танымал. Өкінішке орай осы заманда кім қатты айқайлайды, мақтанады, сол бәрінен танымал болады және бәрі содан қорқатын заман болды. Ал негізгі оның жауынгерлік стилі, оның мықтылығы жайлы айтатын болсақ, тек
бары лаки панчтар ғана. Шыдамдылығы мүлде жоқ. Екінші, үшінші раундтарда бірінші раундтың алғашқы 30 секундтан кейін уже шаршап қалатын жауынгер. Ал күресі жайлы айтатын болсақ, ол Калмыков атты кулачкада ғана төбелесетін жауынгерден күресемін деп приемға түсіп, сосын амалсыздан ұрып бастады. Ну я задам вопрос, кто Кимовна поддержит в этом противостоянии? Кого? Кого? А кто нашел-то? Просим сотрудников охраны. Сондықтан күресі де жоқ, стойкасы да жоқ. Біздің Еркебұлан Тоқтар оп-оңай жеңеді. Сондықтан еш уайымдамаңдар, қорықпаңдар, нокаут болады деп өз басым болжап тұрмын Еркебұлан Тоқтардан. Алғашқы бірінші раундта. Сендер не ойлайсыңдар? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Келесі қандай бойға разбор жасайық, жаза кетіңдер. Сендермен мен болған Иманғали, Солайде арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық қызықтар тек бізде ғана. Мясо, эй, мясо, это не мясо, брат, вот мясо. Бізді сен мясомен қызықтырмай қой, у нас на завтрак, обед, ужин, мясо. Сен бізге контракт неси. Контракт это вот такая бумага. Здесь написано контракт с условиями. Я его подписываю. Потом. Вот такая бумага есть. Его тоже несешь, но много. Потом тренируешься, и мы деремся. А мясо у нас в Казахстане, бізде мясо и так Еркебулан, мясо не проблема. В любое время приезжай, покушай. А насчет то, что ты показываешь, там бумаг, да, мне не такие не нужны, мне нужны вот такие красные, я живу в России. А если надо будет, такие тоже есть у нас. Чуть попозже покажу тебе. Приезжай, посидим, покушаем, поедешь дальше. А бой неизбежно уже. Жди меня скоро в Алмате.